Соңғы кезеңдері жұмыс бойынша уақытым осы видео түсіруге болмай. Бүгін жұмыстан келіп видео түсіруге ниеттеніп енденді түсірейін деп жатқанда мына көзімнен мына шығып жатырған жараны көріп қалдым. Жұмыста жүргенде байқамадым, ондай болған жоқ. Үйге келіп жаңа шай іштім, байқамадым. Енді келіп тынығып камерамды ұстайын деп түсірейін деп жатсам, мына жерінен сол жараны байқадым. Сосын ойлап қойдым, қой жарам кетсін, сосын түсірем деп. Сосын бір жағынан айттым өз-өзіме. Мен өзімді қабылдауым қайда? Жалпы айналаммен, адамзатпен шынайылығым қайда деген сияқты. Сондықтан бұл да бір маған бір кішігірім сынақ болды. Сондықтан мына даму жолында, санаңыздың кеңею жолында өзіңіз байқай бастайсыз. Бір сұрақ қойғаннан кейін сұраққа жауап лезде келеді. Сол менің бағанағы сұрағым, неге мысалы мен ниеттеніп келдім, сол осы шыққан жара менің ойларыммен сізбен бөлісуге, сізге бір кішкентай болса да көмегімді тигізуге осы жара кедергі болады. Біріншіден. Екіншіден, шынайылық, сіздермен шынайылық. Қандай күйде болсам да бөлісу, шынайы бөлісу. Үшіншіден, әрине өзімді қабылдау. Немесе осының бәрі керісінше. Енді, менің желтоқсан айында жазған видеом бар. Осы 2024 жыл туралы оңай жыл болмайды деп. Жалпы тек Қазақстан емес, бүкіл адамзат үшін, бұл енді егер нумерология тілімен сөйлесек, 8-дік жыл ол әрдайым кармаға байланысты. Яғни сіз бұрындары осы 9 жыл тарапында осы соңғы өткен қандай іс жасадыңыз, өзіңіз дамыдыңыз ба, қандай өтіріктеріңіз болды, қандай эмоцияларыңызды жасырдыңыз, соның барлығы лап етіп шығатын жыл. Сондықтан жалпы 8 соған байланысты болады. Енді жер ана. Сіз ойлайсыз ба, адамзат бөлек, ал жер ол бөлек бір жансыз табиғат, жансыз бір планета, жансыз бір нәрсе деп. Жоқ. Жер тірі ағза. Біз сол жер анадан шыққан біздің аватарларымыз, мысалы денеміз, денеміздегі барлық материалдар, жасушалар, бүкіл элементтер жермен бірдей. Топырақтың құрамында қандай былайша айтқанда микроэлементтер бар, ол барлығы біздің құрамымызда бар. Суға дейін, магний, калий, басқасын басқа. Ол енді материалдық тұрғыда алғанда, энергетикалық, жалпы рухани тұрғыда алғанда жер, адам, бүкіл жануарлар барлығы бір-бірімен байланысты, табиғат бір-бірімен байланысты. Сондықтан адамзат және адамзаттың шұғырлануы бір жерлерде, солардың ішіндегі эмоциялары қандай, солардың тұрмысы қандай, сол жердегі жердің былайша айтқанда жағдайы сондай болады. Мына қазіргі болып жатырған топан сулар негізінде біздің санамызды жуу, бір ғұсыл, бір монша қазір өтіп отырған. Түсінген адамға. Себебі, енді көбіңіз ойлауыңыз мүмкін. Ол қалай, ол мысалы сананы жуу деген. Қаншама адамдар үйлерінен айырылып жатыр. Қаншама адамдар мысалы бақытсыздыққа душар болып жатыр деген сияқты. Қаншама адамдар үйсіз қалды, малсыз қалды. Кейбір адамдар қайтыс болып кетіп жатыр, Жақсы, енді мені тыңдаңыз, келіссеңіз де, келіспесеңіз де. Сол адамдар, сол үйсіз қалып жатырған адамдар қаншалықты өздерінің бағдарламаларымен өмір сүріп жатыр. Қаншалықты ол адамдар құдаларын, әпкелерін, аналарын, аталарын, ата-бабаларын, көршілерін, балаларын, ағаларын,
айыптамай өздерінің өмірлерімен өмір сүріп жатыр. Қаншалықты олар басқа адамдарды манипуляция жасамай, немересін, шөбересін, баласын, әжесін деген сияқты. Мысалы, кейде ана, әке, мысалы, балаларына айтады, мен сенің ата-анаңмын ғой, мен сенің әкеңмін ғой, мен үшін сен істеуің керексің. Мен сенің анаңмын ғой, мен сені не үшін тудым? Сен егер келін алып алып басқа жерге кетіп қалсаң, неге бұл қара шаңырақты ұстамайсың деген сияқты әртүрлі. Яғни біреудің өмірін манипуляция жасау. Бұның барлығы, ол адам сенің балаң болса, ол сенің мүлкің емес. Сенің балаң сенің мүлкің емес. Менде 2 бала бар. Менің 2 балам, олар өз алдында тұлға. Мен ол балаларды, ол жандарды бұл өмірге әкелуші бір себепшімін. Мен олардың қожайыны емеспін. Олар менің мүлкім емес. Олар мені тастап кетсе де, олар мені мәңгі бәке қастарында алып жүрсе де, олардың өздерінің ниеті арқылы болу керек. Менің қазіргі мақсатым олар ер жеткенше махаббат беру, махаббат сыйлау. Оларды бір ұрып соғып, немесе басқаша бір қатал бір тәрбиелеу емес. Сондықтан біздің санамызды бір шайып жіберу үшін осындай бір топансу келіп жатыр. Ол осы 8-ші жыл, яғни 2024 жыл, және високосный год деп айтылады. Мысалы, қаңтарда 28 күн, немесе 29 күн бе, 29 күн осы жылы қаңтар, ақпан айы, кешіріңіздер. Осы жылы ақпан айы 29 күн. Қалған 3 жыл бойы 28 күн болады, ақпан айы. Високосный год деп аталады. Осындай високосный жылда әрдайым бір сондай бір апаттар, сондай бір өзгерістер қайталанып тұрады. Бірақ соның ішінде осы високосный год 8-дік жылға сәйкес келіп тұр. Мына күні кешегі Крокус, Мәскеудегі теракттар, Алматыдағы жердің дүмпулері неден пайда болады? Егер сол жердегі адамдардың ішкі эмоциялары бағанағы сыртқа шықпай, жіберілмей, қаншама адамның шоғырланған бір сондай эмоциялары былайша айтқанда қалай айтсам болады, дұрыс сүрілмесе, сол жер арқылы хабар беріледі. Бұның енді әртүрлі қарайтын психосоматикасы бар. Мысалы, әр адамның денесі ауырса, мысалы, адамның жүрегі ауырса, ол қарама-қарсы жынысқа деген соның өзінің өкпесі, сол жүрекке келіп тіреледі. Сол сияқты, мысалы, жер сілкінісінде психосоматикасы болады, сол тұрғылықты жерге байланысты. Сондықтан Алматының өзінің бір жағдайлары бар. Сол қазір Батыс Қазақстанды, Солтүстік Қазақстанды шайып кетіп жатыр, су. Жер ана сол жердегі адамдардың саналарын жуып жатыр. Енді көп, мысалы, адамдар үйсіз қалдық, күйсіз қалдық деп жылап жатыр, зар жылап жатыр. Неге сол үй мен күйге байланып қалып жатыр? Неге өздерінің жан дүниесін дамытпай жатыр? Мысалы, вибрациясы жоғары адамдар әрдайым оларға бұндай жағдайлар тиіспейді. Вибрациясы сондай жоғары адамдар, сондай бай бақуатты адамдар, мысалы, Дженнифер Лопес, Илон Маск, тағысын тағы, олар неге сол Құлсары, Атырау, Қостанайдың жағдайларын білмейді? Олардың өздерінің бір басқа бір ойындары бар. Сол Атырау, Қостанай, Ақтөбе, Орал, Құлсары қалаларына қатысты адамдардың өздерінің ойыны бар, өздерінің вибрациясы бар. Міне жағдай не үшін болып жатыр? Мен сол желтоқсан айында видео жаздым. Бұл менің көріпкелдігім емес. Мен өзім сияқты адамдардан үйренемін. Мен жалпы санамды кеңейтіп, жаңа бір білімдер алуға тырысамын. Тек қана мидың білімі емес, жүректің білімі де кіреді соның ішінде. Сондықтан еш уайымдамаңыз. Бәрі өз қарқымен болып жатыр. Өз өміріңізбен айналысыңыз. Басқа ешкімді келмеңіз. Өзіңіз толғанда, өзіңіз толыққанды адам болғанда, сізден толып сол махаббат басқаларға құйылады. Сол байлық басқаларға құйылады. Махаббат тілеймін. Еш уайымдамаңыз. Бәрі ретімен болып жатыр. Келесі жылда жақсы бір жаңалықтар болады.